Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? 17 апрель 2023, яғни бұл бұнан айтайын дегем арталды еккен кезде байқауымыз керек, яғни бұтандастырған жерді осылай 5-6 сантиметр жоғары қарай шығарып қоямыз. Шығаруда мақсатымыз, өйткені ертең күні ол осылай шығаратын болсақ, ертең жақсы орға жай береді. Біріншіден, ертең күні ол тез өсіп дамуына үлес қосады. Кейбір адамдар оны білмейді, әрине оны көмседі, осылай табына до конца олай істеуге болмайды. Енді жолатын жер аударылған жерді еккеніңіз дұрыс, өйткені аударылған жер ол жерде жер жұмсақ болады, тамырдың да тез алуына көмектеседі. Сосын тағы да бір жайт, бұл жерде қара көң бар. Еккен кезде кейбір адамдар көң тастап егеді, кейде деген дұрыс көң тастап, бірақ ол 5-6% тастағанымыз дұрыс, өйткені кейбір адамдар білмейді, көңді 90% толтырып салады. Көң көп болған кейін ол не істейді, күйдіріп жіберуге әрекет жасайды. Мына арасында кейбіреулер кеш еккен бар, осы жақында осы 2 апта болған шығар, құдай қаласа бұлар да көгеріп қалса видеороликті салатын боламыз.